Тәуекел хан. Тәуекел хан тұсындағы хандықтың ішкі жағдайы. Сіздер қазақ хандығының қалай құрылғандығымен таныс болғансыздар. Келесі тақырыптан алатын мағлұматтарыңыз Тәуекел ханның тұсындағы айтулы оқиғалары. Сонымен Тәуекел хан 1582-1598 жылдары билік басына келген кездегі қазақ хандығының сыртқы жағдайы өте ауыр еді. Бір жағынан бұған дейін одақтас болып келген Бұхар ханы Абдаллах хан қазақтарға қарсы шықса, екінші жағынан шығыста моғолдар мен жоңғарлар қазақ жеріне ұдайы қауіп төндіріп отырды. Тәуекел тұсындағы айтулы оқиғаның бірі 1594 жылы Мәскеуге Құл Мұхаммед бастаған тұңғыш қазақ елшілігінің жіберілуі болды. Елшіліктің мақсаты Тәуекел ханның тұтқындағы жиені Ораз Мұхаммедті елге қайтару және өзбек ханы Абдаллахқа қарсы күресте Мәскеудің қолдауын сұрады. Орыс мемлекеті де өз жағынан шарттар қойды. Олар мынандай еді. Бірінші, Тәуекел Ораз Мұхаммедтің орнына өз ұлы Үсейінді аманатқа жіберуі тиіс. Екінші, патша бұйрығымен көшімге қарсы соғысу міндеті. Бірақ екі жақтың да шарттары орындалған жоқ. Ораз Мұхаммед кейін сонда қайтыс болды. Кейін Құл Мұхаммед елшілігіне жауап ретінде 1595 жылы Мәскеуден тілмаш Вельямин Степанов қазақ хандығына жіберілді. Қазақ-орыс қарым-қатынастарының дамуы керуен саудасының одан әрі дамуына мүмкіндік берді. Осы кезде Көшім хан билеген Сібір хандығы да жойылды. Ресейден Сібірге аттанған Ермак жасағы 1582 жылы Көшімнің жасағын жеңіліске ұшыратты. 1598 жылы Көшім ханның Орта Азияға бас сауғалауымен Сібір хандығы жойылды. Тәуекел 1598 жылы шайбаниттерге қарсы жаңа жорығын ұйымдастырды. Самарқанд пен Ташкент арасында шайбан әскерін тас-талқан етеді. Нәтижесінде Сырдария бойындағы қалаларды қайтарып қана қоймай, Ақши, Искандер, Мүнши, Ташкент, Самарқанд қалаларын қазақ хандығына қаратты. Інісі Есім Сұлтанды 20 мың әскермен Самарқандта қалдырып, өзі 70-80 мың қолмен өзбек хандығының астанасы Бұқара қаласын қоршауға алды. Бірақ ол Бұқара қаласын 20 күн қоршауда ұстап ала алмады. Осы шайқаста Тәуекел хан жараланып әскеріне Бұқарадан шегінуге бұйрық береді. Көп кешікпей Тәуекел хан қайтыс болды.